Қазіргі конституциялық реформа табан астында пайда болға салған дүние емес. Бұл Қазақстанның 2022 жылдан бастап қолға алған күрделі саяси өзгерістерінің заңды жалғасы деп түсіну керек. Ол кезде еліміз саяси күйзелістерсіз біртіндеп эволюциялық реформалар жолымен алға жылжыды. Біз заң шығарушы органның күрделі әрі ауыр жүйесінен бас тартып, қоғам үшін қарапайым әрі түсінікті және жауапты формаларына көшу қажет деп есептедік. Социал-демократтар үшін бұл көтеріліп отқан мәселелер ешқандай жаңалық емес деп айтсақ болады. Конституцияның жаңа жобасында билікті бір қолға шоғырландыру мүмкіндігін толықтай жоққа шығарады. Президент өкілеттігі бір ғана рет міндеттеліп, тек 7 жылдық мерзімге бекітілді. Ал президент өкілдігін уақытша атқарушы тұлға 2 қайта сайлану құқығы берілмейді. Сонымен қатар, келесі президентке конституцияны өзгертуге парламентті тарату құқығы негізсіз болып танылады. Бейбіт жиналыс өткізу еркіндігі, сөз бостандығы, өз пікірін айту құқығы бұрын қалай бар болса, сол күйінде айны қатесіз сақталды. Тек тұжырымдармен нақтыланып, құқықты алу рәсімдері түзетілуде. Сондықтан мұны шек келтіру деп көрсету негіз жоқ.